Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін картоптан осындай дәмді және тез жасалатын пирог дайындаймыз. Ол үшін 5 картоп және 1 пияз керек. Пиязды осылай ұсақтап кубиктап турап аламыз. Азырақ май құйып, жақсылап қуырып аламыз. Содан кейін картопымызды үккіштен өткіземіз. Барлығын өткізіп алып, суық сумен жақсылап жуамыз. Суын осылай қаттырақ сығып, сорғытып аламыз. Укроп пен петрушка тураймыз. Сыр керек. Картопқа паприка, қара бұрыш, тұз қосып, жақсылап араластырып, және 1 жұмыртқа қосамыз. Зеленнің жартысын қосамыз. 4-5 қасық ұн қосамыз. Барлығын араластырып, қызып тұрған табаға кішкене май құйып, картоптың жартысын саламыз. Жартысын салып, жақсылап осылай тегістеп шығамыз. Бетін жауып 8-10 минуттай асты осылай қызарып піскеннен кейін бетіне жаңағы қуырылған пиязымызды саламыз. Зеленін саламыз. Сосын жаңағы сырымызды ортасына осылай тізіп шығамыз. Картоптың қалған бөлігін бетін жабамыз. Қалған бөлігімен жауып, жақсылап жауып тегістеп шығамыз. Содан кейін осындай тарелкамен жауып, аударып аламыз да астын пісіреміз. Тағы да қақпағын жауып қойып, тағы 10 минуттай пісіреміз. Болды, пирогымыз дайын. Өте жұмсақ, жақсылап түсіріп аламыз. Дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Жасап көріңіздер.